Жасанды интеллект бұл қазіргі замандағы ең бір қызықты дамып келе жатқан технологиялардың бірі. Ол біздің өміріміздің әртүрлі салаларында қолданылады. Жасанды интеллекттің негізделуі пайдаланушылардың жұмысын едәуір жеңілдететіні бізге мәлім. Құралдың жылдам талдау жүргізуі, тапсырмаларды автоматтандыру жұмыс үдерісін айтарлықтай тиімді етеді. Нақты мысал ретінде іргелі ғылымдар кафедрасының профессоры Калиева Гүлжан Абужарованың жұмыстарын алуға болады. Ол қазіргі заман талабына сай жаңа технологияларды қарқынды меңгеріп жүргені бізге мәлім. Сол себепті біз өз кураторымыздан шағын сұхбат алдық, оның жасанды интеллектті қалай қолданатыны, студенттерге қандай жаңашылық әкелетіні туралы әңгімелескен болатынбыз. Сіз жасанды интеллектті қаншалықты жиі қолданасыз? Мен жасанды интеллектті күнделікті қолданам. Әрбір сабағымда осы жасанды интеллектті пайдаланам негізі. Жасанды интеллектті қандай мақсатта пайдаланып көрдіңіз? Мен алғаш рет жасанды интеллект болғанда ChatGPT-ді пайдаланып жүрдім. Одан кейін Gemini'ді пайдаландым. Қазіргі таңда енді түрі платформалардың түрі шығып жатыр ғой. Әрқайсысын әртүрлі сабақтарымда пайдаланып отырам. Ең басты мен жасанды интеллектті осы ашық сабақ өткізетін болдым. Сол кезде шақыртуға пайдаландым. Жұмысыңызды жасанды интеллект қалай жеңілдетеді? Мен кураторлық жұмысымда енді өздеріңіз білесіздер, бір хабарландыруларды мен жасанды интеллектпен жіберіп отырам. Оны өздеріңіз көріп жатырсыздар. Содан кейін алдында сіздерге 17 қараша студенттер күнінде өлең шығарып та, жасанды интеллекттің көмегімен ол сізге тек бағыт береді. Ары қарай сіз сол бағытты дұрыс пайдалану ол өзіңіздің қолыңызда. Оның көптеген пайдасы бар. Маған тиіп жатыр көптеген пайдасы. Сіздің ойыңызша жасанды интеллект оқытушылардың орнын алмастыра ала ма, әлде тек қана көмекші құрал ма? Жасанды интеллект бұл адамның орнын ауыстырмайды. Бұл тек қана көмекші құрал ғана. Ақылды, еңбекқор адамға бұл өте супер құрал. Жасанды интеллектті пайдалануда студенттерге берер кеңесіңіз? Жасанды интеллект енді заман талабына сай барлығымыз қолдана білуіміз керек. Бірақ қолданған күнде де бізге ол бағыт бағдар ғана беретіндей көмекші құрал. Оның нақты нүктесін енді адам баласы өзі қою керек. Енді ол тек қана сумен шектеліп қалмаймыз. Әркім сол берілген тапсырманың аясында бағыт алады да ары қарай өзі нүктесін қойып жауап береді.